Достар, барлығы жақсы. Айта кетейін дегенім, бүгін біз техникалық үзіліске байланысты эфирге сағат 17:00-де шығамыз. Сол үшін бізді жоғалтпаңыздар. Эфирде Еуразия бірінші арнасында кездесеміз. Ал мен жұмысқа келдім. Үйге бармаймын деп шештім, ары бері жүргенше. Одан да жұмыста отыра тұрамын бірден. Мына жақта кім бізде? Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Сіздің де очкеңіз күшті. Неге ерте келіп алғансыз? Білмеймін, сіз келдік қатар. Не дейсіз? Сәлем, достар. Настроением болмай тұр. Неге? Мамамен ұрысқам. Не үшін? Келген қыз баласы сияқты мен жаңа киімдерге әуеспін. Келсе бірден киіп алатын әдетім бар. Не, бұрын қазір. Оның үстіне ең сүйкімді қыздарымнан болғаннан кейін рахмет, сіздерге өте керемет жарасып тұрған сияқты. Достар, қайырлы күн, қалайсыңдар? Бүгін ауа райы өте күшті болып тұр. Айтпақшы, бүгін эфир болады сағат 17:00-де. Қазір техникалық үзіліс болып жатыр. Сол себепті Евразия арнасында сағат 5-те съемкаларға келсе, мына жақта менің фанатым отыр екен. Қараңыздар. Прям дәп-дәл менікіндей өте. Жоқ. Мен негізі бірше киемін. Жоқ. Мен бірше кидім. Мен фанатымсың, короче. Я? Ойлысы? Мен хват заказ берсем, хват заказ берет. Портупей заказ берсем, портупей заказ берет. Согласись? Да? Достар, міне біз эфирге келдік. Бүгін 17:00-де. Қасында кім бар айтпай қойын, бірақ көрсетемін. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 17:00-де тікелей эфирде кездесеміз, барлықтарыңыз көріңіздер. Очкеңіз күшті екен, Диана ханым. Сізге де жақсы. Сәттілік, достар, бәріңізге бүгінгі күнге. Барлықтарыңызға сәлем. Достар, бүгін эфир болады. Сағат 17:00-де басталады. Мен жанымда кім? Рома Рамазан. Неге күшті бет? Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, достар. Көктем екен кәдімгідей сезіліп тұр. Ал біз эфирге жол тарттық. Бүгін сағат 5-тен 6:30-ға дейін эфир болады, технический күн. Соған байланысты қысқа эфир болады. Эфир көріңіздер, Алла бұйырса амандықта жолығайық. Ауырмаңыздар. Уақары. Саған сәлем